Баршаңызға сәлем. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып өтіңіздер. Қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің видеом сіздерге ең алғашқылардың бірі болып көріну үшін бүгін өте жұмсақ болып шығатын сметанный пирог жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға ұнымызды және қопсытқышымызды салып, лопатканың көмегімен араластырып аламыз. Оның үстінен бөлме температурасындағы сары майымызды немесе маргарин қолдансаңыздар болады. Екеуін жақсылап араластырып аламыз. Майда түйіршіктер болғанша араластырамыз. Мінекей осындай болып шығады. Енді осының үстінен өз қалауларыңыз бойынша мен 2 ас қасық қант салдым және де 1 жұмыртқа саласыздар. Енді жұмсақ қамыр дайындаймыз. Қамыр илеу барысында ұн жеткіліксіз болса, кішкене ұннан сеуіп жіберсеңіздер болады. Өте жұмсақ қамыр шығады. Сары түсті әдемі қамыр пайда болады. Енді осы қамырымызды пленкаға салып, 5-10 минут көлемінде холодильникке салып аламыз. Енді начинкасын дайындайтын боламыз. Құрақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және де шекерімізді жақсылап араластырып аламыз. Шекер мен жұмыртқамыз бір қалыпқа келгенше жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырмаңыздар. Лопаткамен, вилкамен, венчикпен араластырсаңыздар болады. Араластырып болған қоспамызды қаймағымыздың үстінен құйып, барлығын бірге бір формаға келгенше жақсылап араластырып аламыз. Миксермен араластыруға болмайды. Осылай барлығы бір формаға түскенше араластырамыз. Мен лопатканың көмегімен жасадым. Енді қамырымызды алып 2 бөлікке бөлеміз. Бірінші бөлігін табамызға жайғастырамыз. Менде пергамент қағаз бітіп қалыпты. Сол себепті газет төсей салдым. Мінекей бірінші астыңғы бөлігін жасап алдық. Кейін майда бөлшектер жасап, шетін жазып шығамыз. Енді бокалдың көмегіменен қамырды тегістеп аламыз. Шетін пышақтың көмегімен тегістесеңіздер болады. Мен осылай бокалдың көмегімен тегістеп шықтым. Осы уақыт аралығында пешімізді 200 градуста қыздырып аламыз. Енді осының үстінен жаңағы начинкамызды құямыз. Пешімізге 35-40 минутқа салып аламыз. Біркелкі етіп жайып шығамыз. Мінекей, мен салып алдым. Өте керемет болып шықты. Енді 2 сағат, 1-1,5-2 сағат көлемінде суытуға қойып қойдым. Мінекей суыған түрі өте керемет болып шықты. Міндетті түрде суығанын күтіңіздер. Ыстықтай кесіп, ыстықтай табасынан алып қойушы болмаңыздар. Себебі қаймағымыз қатпай қалуы мүмкін. Сол себепті суытқандарыңыз дұрыс. Іші де өте керемет, балмұздақ секілді болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Төменде барлық рецепті жазып өттім. Сол жерден қарап жасай аласыздар. Менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп өтіңіздер.